Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай тек қана бір жұмыртқадан жасалатын өте дәмді және көтеріліп шығатын құймақтың рецебімен бөлісемін. Майдан алғаннан кейін де басылмайтын өте сәтті шыққан рецептің бірі. Осы рецеппен жасап көрсеңіз өзіңізге және балаларыңызға ұнайтыны анық. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған бір стакан айранға бір жұмыртқаны қосамыз. Осыған 2 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық сода қосып араластырамыз. Барлығы ерігенше, яғни бір келкі болғанша араластырып, дайын массаның үстіне алдын ала елеуіштен өткен ұнды саламыз. Осындай болып қоюлау масса шығады. Достар, осы каналдың алдыға дамуы үшін өз пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркеле отырыңыз. Бір келкі болып шығу үшін, егерде ерінбесеңіз, дәл осындай кондитерлік қалташаға құюға, немесе қасықпен құюға да болады. Табаға алдын ала май құйып қыздырып аламыз. Оттың қызулығы орташа болуы тиіс. Егерде отыңыз қатты болса, құймақтардың сырты күйіп, іші піспей қалады. Құймақтардың арасынан көпіршіктер шығып қызара бастағанда екінші бетіне аударып аламыз. Сұйық майды міндетті түрде дәл осылай етіп аз ғана құямыз. Құймақты дәл осы рецеппен жасау өзіме қатты ұнады. Келесі де тек міндетті түрде осы рецеппен ғана жасаймын, өте сәтті шығады. Бұрын жасаған барлық рецептерде құймақ майдың ішінде болғанда көтеріліп, құймақтарды алғаннан кейін басылып қалатын. Ал бұл рецепте қаншалықты көтеріледі, сол қалпында сақталып өте әдемі болып шығады. Достар, менің каналымда дәл осындай тек қана қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.